Нөмірі 6 сайлау округінен сайланған қалалық мәслихат депутаты Ерғазы Максимханұлы Медетбеков қала тұрғындарымен кездесу өткізді. Кездесуге Арыс қалалық мәслихат төрағасы Қайрат Ахметов, мәслихат депутаты Бақтығали Ділдәбеков, Арыс қаласы әкімдігі дербес бөлімінің жауапты мамандары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері және қала тұрғындары қатысты. Жиында мәслихат төрағасы Қайрат Ахметов жүргізіп отырды. Өз кезегінде депутат Ерғазы Медетбеков қала тұрғындарына мәслихат депутаттарының қызметі турасында баяндама оқып, алда атқарылуы тиіс жұмыстармен таныстырды. Мәслихат депутаттары сессияда бекіткен қалалық мәні бар бағдарламалар және жоспарлардың шешімдердің орындалуын бақылауда ұстай отырып, тұрғындардың денсаулығын сақтап, мәдениетін өркендетуге, әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етуге қатысты әлеуметтік мәні бар мәселелерді шешуге бағытталған. Мына қалалық мәслихатта екі тұрақты комиссия құрылған. Бірінші бюджет және экономикалық даму мәселе жөніндегі комиссиясы, екінші әлеуметтік мәселе жөніндегі комиссиясы. Бюджет және экономикалық даму мәселелер жөніндегі комиссиясы 2020 жылы 5 рет қала бюджетін, 2 рет ауыл бюджетін қарап, тиісті шешімдер қабылдады. Мына біздің Арыс қаласының 2024 жылға арналған бюджеті 7 миллиард 327 миллион теңге болып бекітілді. 2024 жылға арналған ауылдық округтегі бюджеттері 346 миллион болып бекітілді. Қазір биылдан бастап Қамыров учаскесі бізге қарайды, маған қарайды. Сондықтан осы мектептің айналасында көшелер, жаңа көшелер, соларға тиісті ұсыныстар беріп жатқан ұсыныстарды біз тікелей билікке жеткізіп отырамыз. Кездесу барысында Мұса Битөреұлы көшесіне жөндеу жұмыстарын жүргізу және Арымбаев көшесіне жол кедергісін орнату сынды мәселелер бойынша сұрақтар қойылып, сала мамандары тарапынан тиісті жауаптар берілді. Жиын соңында мәслихат депутаты Ерғазы Медетбеков кездесуде айтылған ұсыныс өтініштердің назарға алынатындығын және жергілікті атқарушы органға депутаттық сауал жолдайтынын жеткізді. Балауса Оспан, Бағдат Қайратұлы, АРТ ТВ жаңалықтары.